Kishkentay Мысықтың құйрығынан тістеп алған. Оны тіпті жеп қойғысы келді. Күтпеген жерден мысық оны жағаға дейін сүйреп шықты. Мұны тулап жатқан нәсіге қарап кішкентай мысық қорқып аң-таң болды. Бірақ осы кезде бір жанат жақындап келді. Ол мысықтың бұл дәмді тағамды танымайтынын көріп балықты тістеп маңғазданып кетіп қалды. Бірақ екі қадам баспай жатып оны қара аю тоқтатты. Ол тырнақтарын сермеп олжадан үлес алғысы келді. Бірақ жанатты бошқа тапсырған кезде қара аю кенет бұрылып кетіп қалды. Көрсетсе жанаттан ештеңе ала алмайтынын біліп, ол тағы да жуас мысыққа көз тікті. Мысық оған жақындама деп айқайлады. Алайда бұл дәл оған құлақ аспады. Сөйтсе келесі секундта мысықтың тырнағы тиіп құлап түсті. Кішкентай мысық та аман қалды. Бірақ тамақ мәселесі әлі шешілген жоқ. Содан кейін ол бір тау шыңына келді. Шағаланың балапандарына көз салды. Күтпеген жерден бұл әрекетін ана шағала тез байқап қойды. Олар ұшып келіп мысықтың жолын бөгеді. Мысықтың амалы таусылып тау басына қарай қашты. Бірақ бәрібір көпшілікке төтеп бере алмады. Соңында олар оны лақтырып жіберді. Құстан мысықтың толы жаны бар дейді ғой. Оның үстіне құс астындағы теңіз суы соққыны жұмсартты. Кішкентай мысық бақытына орай тірі қалды. Одан да зор бақты. Тоңып әрі ашықтан ол жағаға шыға сала бір үйді көрді. Ол дереу үстіндегі суды сілкіп тастады. Қуанып үйге қарай жүгірді. Қайтадан қауіпке тап болмау үшін мысық ішке кірмес бұрын үйдің ішін мұқият шолып шықты. Ешкім жоқ екеніне көз жеткізген соң ғана аштық пен суықтан қалжыраған ол шыдай алмай ішке секіріп кірді. Ішінде тамақ болмаса да, бірақ жақсы, кішкене үй жеткілікті шығар екен. Осы жерде бір түнді тыныш өткізейін деп ойлаған еді. Күтпеген жерден әлгі қара аю тағы да қуып келді. Жолдары түйісіп тура осы үйге кіріп келді. Ол мысықтың иісін сезіп бәрін ақтарып іздей бастады. Өзін тауып қоюға шақталғанда мысық сасқалақтап жол таппай жоғарыға қарай секірді. Осы кезде бір доп құлап кетті. Тура қара аюдың басына тиді. Бұл оны есеңгіретіп тастады. Ол адамдар оралды деп ойлап қалды. Сөйтті де зымырап алысқа қаша жөнелді. Қара аюдың қайтып келуінен сақтану үшін бұл түні мысық жапалақтың үйіне келді. Жапалақ оның өзіне ұқсайтынын көріп, оның бір түн түнеп шығуына рұқсат берді. Классикалық фильмдерді көру үшін жақсы құрылғы керек. Жуан-жуандағы екінші қол телефондар өте тиімді. Менің мына iPhone 13 Pro жаңасынан арзанға түсті. 1900-ден астам үнемделген ақшаға тағы кірісіп сатып алуға болады. Жуан ресми екінші қол платформасы. Телефондардың бәрін инженерлер толық тексерген. Сырттағы екінші қол дүкендерден гөрі сенімдірек. Ондағы қол сағаттарда өте тиімді. Саған да бар көруге кеңес беремін. Ең ағаның қорғауында мысық бұл түні өте тәтті ұйықтады. Тіпті өзінің кішкентай кезін есіне алды. Ол кішкентайынан фермада өскен. Түрік бауырынан бөлек Баге атты ит досы болған. Баге тауық қорасында тауықтарды қарап отырғанды ұнатады. Осы күнге дейін бір әтешкенеттен жұмыртқа туды. Баге оны көріп келіп жүріп барды. Ол жұмыртқаға қызыға қарап жалап көрді. Тағы иіскеп көрді. Содан кейін тауық ананың сыртта жүргенін пайдаланып, ол жұмыртқаны теуіп өз ұясына кіргізіп алды. Баге бұл жұмыртқаға қатты көңіл бөлді. Тіпті өзінің жақын досы мысықты да жақындатпады. Ол тауыққа ұқсап жұмыртқаның үстінде отырды. Осы балапанды басып шығаруға дайындалды. Оның 24 сағат бойы қасынан кетпейтінін көріп, мысық та досының бұл әрекетіне тебіреndi. Сөйтіп ол да жұмыртқа басу жауапкершілігін өз мойнына алды. Жұмыртқаға жайлы орта жасау үшін мысық тіпті ағашқа өрмелеп шықты. Шықылықтаған балапандарды бір сабап алды. Шаяның тауық қораға жақындағанын көріп, мысық та қорықпай батыл шабуылдады. Бірақ келесі сәтте мысық ағамен салыстырғанда саршұнақ әлдеқайда мәдениетті. Ол отырып алып афлайды, бөгделерді жақындатпайды. Мың сақтансаң да іштен шыққан жау жаман. Тауық қорада тұрып жатқан кірпі олар жоқ кезде ол күні жұмыртқаны ұрламақ болды. Мысық бірдеңені сезгендей болды. Бірден үйге қарай тұра ұмтылды. Саршұнақ та соңынан ерді. Расында да орнының үстінен түсті. Кірпі күші аз екенін біліп, амалсыз өз ініне кіріп кетті. Мысыққа бұл ұнамады. Оны қуып жетіп сабап бермек болды. Бірақ келесі сәтте аш айқай естілді. Ол кірпіні бір жолға кешіруді ұйғарды. Содан бері олар жұмыртқаға көбірек көңіл бөлді. Ақыры бұл күні жұмыртқадан дыбыс шықты. Мысық абайлап жақындап көрді. Бір өткір тұмсық көрінді. Жұмыртқа қабығын баяу тесті. Көп ұзамай қызғылт балапан шықты. Саршұнақ қатты қуанды. Балапанды жалап жұқтап кетті. Осылайша олар балапанды сәтті басып шығарды. Бірақ қуанып үлгермей жатып, қайтадан уайымдай бастады. Бұл дауыс Саршұнақты шошытып жіберді. Жастайынан ол тауыққа әке болғысы келмеді. Сөйтіп балапанды үйіне қайтаруды ұйғарды. Бірақ мысық еш келіспеді. Осы үшін екеуі төбелесіп те қалды. Бірақ жалғызсыраған балапанды көріп, ақыры оны анасына қайтаруды ұйғарды. Өйткені оның нағыз үй сондай еді. Осылайша мысық пен Саршұнақ қайтадан алаңсыз өмір сүре бастады. Мысық бұрынғыдай тағы да басқа жануарларға тиіскенді ұнатады. Бірақ өткендегі сабақтан кейін бұл жолы ол ақылдырақ болды. Қысылықта қалмады. Ол Шаянды қатты ашуландырды. Сөйтіп бұрылып Саршұнақты бір ыңсыды. Бос уақытында олар жиі тығылыспа ойнайтын. Бірақ мысық өте жақсы тығылады. Саршұнақ оны еш таба алмайтын. Ескі сөмкенің ішіне, таусылмаған әктің ішіне, тіпті мұржаның ішіне де тығылған. Ит тайпағанда бұны тіпті адам да таба алмас еді. Алайда бұл күні осының кесірінен оқиға болды. Мысық судағы жәшіктің ішіне тығылды. Ол осы тамаша орынға мәз болып отырғанда кенет жәшікті су ағызып кетті. Бауырының алыстап бара жатқанын көріп, ағасы дереу соңынан қуды. Жәшік көпірдің астына келгенде ол секіріп түсіп, оны тоқтатпақ болды. Бірақ тым аяу жүгіргендіктен бір секундқа кешіп қалды. Біраз ойланған соң ол секіріп түсті. итше жүзіп жақын досы мысықты құтқармақ болды. Бұл көріністі көріп қатты тебіренді. Бірақ Саршұнақ тепе-теңдікті сақтай алмады. Көп ұзамай тебігіп қозғала алмай қалды. Шаршап жағаға шығып басқа амал іздеуге мәжбүр болды. Осы кезде мысық орманнан бір дыбыс естіді. Ол Саршұнақ құтқаруға келді деп ойлады. Бірақ ол сол қара аю екен. Ол дереу ішке тығылды. Аю көрмесе екен деп тіледі. Бірақ аю оны баяғыда-ақ байқап қойған еді. Дайын асқа қуанып орнынан тұрды. Дәл сол сәтте майна уақытында жетіп келді. Мысық бауырдың сүйінде тұрғанын көріп, аюдың аузына ол тағы да итше жүзу әдісімен жүзіп келді. Содан кейін екі қимылымен суда қара аюмен айқасты. Көп ұзамай кіші таусылған ол жағаға жүзіп шықты. Және қара аюды балағаттады. Қара аю мұндай қорлыққа шыдамады. Аузындағы мысықты тастай салды. Тікелей майнаға қарай ұмтылды. Жағаға шыққанда майна оған мүлдем қарсылас бола алмады. Тек асығыс қашуға мәжбүр болды. Кішкентай мысық болса барған сайын алысқа ағып кетті. Оны майнамен соңғы рет көрісуі осы жерде қалды.
сол кезде әлі тәтті ұйқыда жатқан оны кенеттен бір дыбыс оятып жіберді. Көшетше бір торай өзімдікке оралып қалыпты. мысық оны құтқарып алды және оның үйін табуға көмектесуді ұйғарды. бақытқа орай торайлар тобы жақын жерде екен. олардың бауырлары көп ұзамай табысты. кішкентай мысыққа ауыз ретінде ана шошқа оған жомарттықпен тамақ беріп жинап алған соң кішкентай мысық үйіне қайтуға жолға шықты. бірақ ол майнаның әлі тірі екенін білмеді. ол қазір оның ағып кеткен жағына қарай келе жатыр. жол қаншалықты қауіпті болса да ол ешқашан берілмеді. батпақты жолдардан өтіп ақыры бір елсіз ен жерден ол мысық бауырдан қалқып жүрген жәшігін тауып алды. бірақ ішінде бір тау қарғаның қауырсыны ғана бар екен. мысық бауырдың басына іс түспемей деп ойлағанда майнаның көзі жасқа толды. ол бұл нәтижемен келіскісі келмеді. сондықтан жағалауды бойлай өзен маңын түгел тінтіп шықты. бірақ ешбір кішкентай жануар мысық бауырды көрмепті. майна іздеуге тым беріліп кеткеннен судың көтеріліп жатқанын мүлдем байқамады. бір сәтте тастың үстінде қамалып қалды. оның үстіне теңіз суы әлі де көтеріліп жатты. көп ұзамай бұл тас та су астында қалады. майна қорыққаннан бүрісіп қалды. не істерін білмеді. дәл сол сәтте бір тасбақа кенеттен пайда болып майнаның алдына жүріп келді. майна одан өзін құтқаруға келген келмегенін сенімсіздікпен сұрады. тасбақа басын изеді. рұқсат алғаннан кейін майна тасбақаның сауытына шықты. тас суға батпай тұрып олар бұл жерден кетіп қалды. осылайша оның көмегімен майна жағаға шықты. тасбақаға алғысын айтқан соң майна тағы да мысықты іздеу жолына түсті. бірақ бұл жер фермамен салыстырғанда тым үлкен еді. ол мысықтың ешқандай ізін таба алмады. тек дәрменсіз күйде отырып еңіреп жылады. ол мысықтың өліміне өзін кінәлі санады. ал бұл уақытта кішкентай мысық та үйге қайтуға тырысып жатты. ол бір ағашқа өрмелеп шығып бақытты анықтамақ болғанда кенеттен ол жыланға кезікті. қорыққаннан кішкентай мысық тепе теңдігін жоғалтып тікелей терең шұңқырға құлап кетті. оның үстіне ол биіктіктен ол секіріп шыға алмайтын еді. үміті үзіле бастағанда ол кенеттен бір дыбыс естіді. сөйтсе ол оның бауыры майна екен. кішкентай мысық кездескен сайын қауіп қатерге кездескенде ол әрқашан уақытында пайда болатын. майнаның қайдан болса да бір артын тауып әкелгенін көрді. сосын оны төмен тастап мысық бауырға кетті. өзі болса жоғарыдан барып күшімен тартты. осылайша олардың бірлескен күшімен мысық бауыр тез арада құтқарылды. көптен бері көріспеген олар бұрынғыдай шөп үстінде асыр салып ойнады. үйге қайтар жол әлі де алыс болғанымен олар бір-біріне серік болды. жол бойы жалғыз емес еді. бірақ дәл осы күні олар жолда бір ақ мысықты кездестірді. оны аппақ жүні мысық ініне бірден баурап алды. мысық іні жабысып айырылмады. ақ мысықтың соңынан қалмады және тез арада ақ мысықтың көңілін тапты. сөйтіп олар бірге болды. бұған қараусыз қалған мопс біраз үнсіз қалды. бірақ бұдан да жаманы алдағы үйге қайтар жолда еді. олар жүріп тек тоқтап та үнемі сезінгенін көрсетіп жүрді. осындай кезде соңында келе жатқан мопс тоқтап өтіріп көрмегенсіп бүкіл жол бойы мопстың ішін пыстырды. одан да сорақсы бүгін олар тіпті көзінше сезінгенін білдірді. ыңғайсыз күйге түскен мопс ешқайда қарай алмады. есін жиғанда үшеуі де тұрған жерінде қатып қалды. олардың бақыты үшін мопс осы күні жалғыз кетуді жөн көрді. олардың көз алдында мұңды бейне бірте-бірте алыстай берді. көп ұзамай қаһарлы қыс келді. олар келесі жылдың көктемінде кетуге шешім қабылдады. бірақ басқа жолдағы мопс әлі де ақсаңдап үйіне асығып бара жатты. қайтар жолда ол кенет бұтақтың қимылдағанын байқап қалды. мопс қызығушылықпен сол жаққа қарады. сөйтсе өзіне ұқсайтын итті көрді. оның мөлдіреген үлкен көздеріне қарап мопс нағыз махаббатын тапқандай болды. ол қуанып итке қарай ұмтылды. сосын оны жалай бастады. расында да белсенділік танытсаң нәтиже болады. осылайша ол да ақыры құтылды. бойдақтық өмірден осы жерден өз сыңарын тапты. енді тек мынау ғана бойдақ болып қалды. көп ұзамай ақ мысық олардың махаббат жемісін дүниеге әкелді. иттің де ішінде қимыл пайда болды. қасындағы мопс қатты қобалжыды. балалары аман есен. туылғанда ғана мопстың көңілі орнына түсті. қуанғаннан үйге 800 метрге жүгірді. бірақ үйде кенеттен ауыздар көбейді. әке ретінде ол жауапкершіліктің үлкендігін сезінді. отбасының осы қыстан аман шығуы үшін ол батыл шешім қабылдап үйден шығып кетті. қалың қарды басып тамақ іздеуге шықты. бірақ бұл жер өте суық еді. тіпті көлдегі балықтар да қатып қалған. айналада қарныңды тойдыратын ештеңе жоқ. кенеттен қатты боран басталды. қарлы боранда мопс бірден бағытынан адасты. оны жел соққаны сонша тіпті тұра алмады. бірақ есік алдында күтіп отырған әйелі мен аш балаларын ойлағанда мопс тез арада бойын жинап алды. ол қар астында қалған денесін ашып алды. сосын алысқа қарай бет алды. қанша жүргені белгісіз. ақыры бір күні ол бір үйді көрді. мопс толқуын басып сол жаққа қарай жүгірді. үйдің айналасында ол шынымен де ізініп тұрған тамақты көрді. бірақ мопс қозғалмай тұрып қалды. өйткені ол бұл жерде өз бауыры тұратынын байқады. қабырғадағы тамақ та сол екені анық еді. осы кезде мысық іні мопстың аянышты күйін байқап қалды. мысық іні түсінді бауырының басына іс түскенін. сөйтіп оған бірнеше балықты жомарт қызбен сыйлады. кетер алдында олар уәделесті. келер жылдың көктемінде екі отбасы да фермада бас қосатын болды. көп ұзамай табиғат оянды. орманға қайтадан жан бітті. олар балалармен бірге көк майсада. олар жарқыраған көктем шуағына бөленді. кішкентайлар жүгіріп секіріп жүр. әкелері бұрын қандай тентек болса олар да сондай. ақырында олар фермаға қайта оралды. екі ескі дос қатарласып отыр. олардың ешқайсысы бір-бірін ешқашан тастаған емес.